Böyle bugün деген ауыр күн болды. 7 классқа сосын 5-тің әсі мен асына көрдім ғой. Шаршатты адам. 5 деген вообще көпелдер екен ғой. Бой 2 есе кішкентай біздің. Кейбір балалар болмаса боймен келеді. Мен өзім тағамдаймын ғой. 160-қа еттеймін. Шаршатып жүрмін. Мұғалім болмай-ақ қойды біз. Мынау біздің шығарып жатыр. Мені деген ерте жібере салды ғой. Енді Нұрбол директор болған, енді алғыс білсек енді. Директор жұмысын жақсы атқарып жүр, еште мені үйге ерте жіберді ғой. Өте кайф. Өте кайф кезең. Ерте қайтып келдім. Кайф. Қалғандар 8-ге дейін жүреді. Мен деген уже 10-да ма, 5:30-да ма кетіп қалады. Қайтамын неге көңілді күйде, аяқталды бүгінгі менің жұмысым. Маған басымның тынышы деймін. Бірдеңе ұмытып қалдым музыканы. Қайырмасын соңғы жағын. Түрі кайф қой боластай. Істеңген айту. Мына класстар деген шаршатты құрсын. Адам шаршатқанды ұстағандар. Қан ішіп жатады. Әрік шыдап оттың ғой деп. Бірақ сабақ құтқалын. Түр шыдадым. Құрсын. Кеттім. Кетіп қалған жас болды. Давай. Ассалаумағалейкум достар. Мен 2025 жылға бұл видеоға қанша уақыт болатынын білмеймін, бірақ мен келесі жылға да, одан кейінгі жылға да, яғни 2026-ға, 2027-ге, 2028-ге сәттілік тілеймін. Қазір каналда бізде 331 жазылушы, бүгін бізде қазанның 4-і. Қазан 4. Маған қызық болып тұр, мен деген мистер Вистен осындай идея алып алдым. Маған қызық болып тұр осы видеоны тура 1 жылдан кейін, немесе 2 жыл, немесе 5 жылдан кейін көргеннен кейін менде қандай жазушылар болады екен? Метод түсіре берем екен, түсірмейм екен. Қандай оқимын? Ол өте қызық болып тұр әше. Негізі қызық қой натуре. Қандай оқимын, оқымаймын деген сияқты өте қызық болады. Білмеймін, тұтқа камера қарап әлі сөйлей берем бегем. Жарыққа мән берейіндер. Кейде үйіне қапталында ағаштар жоп сей береді. Не айтам енді? Енді Enjoy каналында енді әлі видеолар шығарамын. Рейс каналы әлі жүр. Білмеймін, қағаз каналдарына түсірмейді жүрміз. Не айтам мен енді? Айтатындан қалған жоқ қойшы. Енді барлық тұрып атқандарға сәттілік тілеймін. Берілмеңдер мен сияқты. Бермесеңдер мақсаттарыңа жетесіңдер. Главное, айтсам ба, бар затты бағалап, сол затты істеп көрген дұрыс. Мысалы, өмір бойы серверге обзор істемеген болсаңыздар, серверге обзор істеңдер. Сервер ашпаған болсаңыздар, сервер ашыңыздар. Сіздерге кім айтып жатыр, істемейді. Кім сіздерге запрет етіп жатыр, запрет етіп ешкім жоқ. Соқтан да істеңіздер. Істеген дұрыс. Қалып болмаңыздар. Былай істей алмаймын, былай істей алмаймын, былай да мен істей алмаймын, былай келмейді, былай өсте алмаймын, мен бүйте алмаймын, сөйте алмаймын демеңіздер. Самый главный бұл бастау. Бастау ең қиын болады. Жалғасқан кезде сіздерге уже стабильностьпен жүре беру болады. Мысалы, видеоңыз 3-4 просмотр өте аз сияқты. Бірақ мен видеоларымда сондай просмотр жинады. Менің атауы 5-6 видеоларымда атауы 0 жинады. 0. Содан кейін жемендеп блок страйк тұрып атқан кезде мен 40 видеоларым жемендеп 30-40 просмотр жинады. Блок страйк видеолар атауы
80% жинап мен қатты қуанғаным бар. Епа, ютубқа кеттім 2021-ден 2023-ге кеттім, түсірмейтін идея жоқ. Просмотр жинап тұр, блогстрайк түсірдім, бірақ жинамай қалды екіншісі. Сосын шыққан жинап келді екен, просмотр комментарий жазып, тағы жалғастырып түсірдім. Рағата басқа ойын түсірдім, блогстрайк қайтадан оралдым, сосын балдайдан кейін рағата түсіре бердім. Кейін мен Майнкрафт бастадым, құрсын Майнкрафт орайық деп, қанша жыл болды ойнамағаным деп. Содан оралдым, міне түсіріп жатырмын. Почти 2 жылдың ішінде 300 жазушы жинадым. 2 жылда 300. 1000-ға енді әлі ерте қырсты. 1000-ға 10 жылдан кейін жетемін. Енді ағылшынша ютубер, ағылшын елінде тумағасын, америкалық болып тумағасын. Ютубта бірдеңе жинау қиын. Хотя обычный американдық ютубердің өзі 10 000-да спокойно түсіре берсе 5-6 жыл бойы. Мен 2 жылда 300 жазушы. Көп жинағандар бар, бірақ олардың контенттері көбінесе детский, яғни оларды тану қиын, олардың контенттерін түсіну оңай. Мысалы, біреу Brain Rot түсіреді, біреу 99 выживать түсіреді Майнкрафттағы, біреу бала болып кеттім дей ма, сондай. Біреу вообще режимдер ойнағанды жақсы көреді, біреу просто обзор істейді. Бұл видеолардың бәрі реально өтеді, қызық трендпен түрген. Бірақ авторлар вообще сахарит тұрмай айтсам болады. Қалай айтсам болады, конечно. Мысалы, сіз автор ретінде түсіресіз ғой, сіздің контентіңіз уникальный болу керек. Превьюіңіз өзгеше болу керек, дауысыңыз ерекше болу керек, дұрыс естілу керек, сондай. Сіздің дауысыңызбен превьюіңізге қарай сіздің видеоңыз шықса, бірден біліп отырады. Новенький зрительде, бұрыннан айтқан зрительдерде біліп отырады. Менің де контентім вообще өзгерген жоқ, превьюлері де солай менің жатыр мен. Сондықтан да мені әлі көретіндер бар шығар. Мен тек шортстарым өтіп кетеді, білмеймін. Бір прикол сала қоямын, өтіп кетеді просмотрға. Соны түсінбедім. Каналда 100-ден көп видео бар менде, білмеймін. 110 видео болып. 110-да, сондай 110 видео болып. 133 жазылушы. 133 жазылушы, соңғы видео что-то бізде. Соңғы видео бізде каналдың 2 жылдығы жайында болды. Канал айтпақшы 2 жылдығы 4 күн бұрын болыпты ғой. Құттықтаймын. Өтіп кеткен болса. Енді болашақ аяндарға айтарым. Сендерге айтарым. Тек қана берілмеңдер. Өмірді бірақ қана сүресіздер. Қателік деген болады. Қателіктен сабақ аласыңдар. Рағата жалғастыра бересіңдер. Бүгін өзгеріп кететін шығар, мүмкін вообще Майнкрафт түсірмей қалатын шығармын. Оны тек қана бір айтсам болады. Ол тек болашақтың заты. Болашақтың болжауы мүмкін емес. В общем, сіздермен болған мен Энджоки, 2025 жылдың сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Энджоки. Бүгін қазанның 6-сы. Не істеймін енді, не айтамын мен. 4-те ұйықтағаннан білмеймін, 3:30-да ма 5-те тұрдым. Қазір 6-тан кетіп жатыр уақыт. Қой күтіп жүрмін. Біздің қой әлі алыс келуіне. Күн бізде осындай. Бір жағынан жақсы, бір жағынан негізі күн кайф болып тұр негізі. Далада жаман топ деп жүруге болады. Ауа жұтып. Бірақ қазір жуында патсетчан жуынды болса. Күндер өте жаман өтіп жатыр. Оқуға да жоқ, ұбатты дайындап жатқан жоқ. Білмеймін. Не істерімді білмеймін. Не жағы осындай. Шашақ деп. Күнде ой көрсе көрік, істейін ба, істемейін ба деген сияқты. Бүгінде оқымасам да ұбатты дайындау көріп. Қағып атқан жоқпын, уже қаңтар ұбатыға 3 ай қалды. Қаңтар ұбатысын ай өтеді білмеймін. Басқа пәнге алмасып кетейін ба. Әлі қорқып. істейтін іс таба алмай отырмын ғой.
Там жоқ. Фото өтпей қалсын да тағы тапсырасың еще. Ол не үшін керек? Бір жыл қалып басқа. Білмедім. Шаршатып жіберді. Сөйтіп дала күшті болып тұр, ауа жұтып шамалас үйге кірем. Ары қарау керек, қарсы шай ішіп. Сол көзат өтіп кетті үшін. Уақыттар зымырап өтеді дейді ғой. Өтеді шығар.